Тағы да ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі байқаудың 3-ші орын жүлдегері Мария қарындасымыз. Құттықтаймыз. 3-ші орныңыз құтты болсын. Өзіңіз туралы не айтасыз? Қай жердікісіз? Мен өзім Қатонқорай ауданының Қайнар ауылынан боламын. Қазір Өскемен қаласында тұрамын. Өскемен қаласында тұрасың, е? Сол, осы мемлекеттік тілді дамыту жолында жақсы нәтижелерге жетіп жатырсың екен. Емін еркін өзіммен қазақша сөйлесіп жатырмыз. Осындай тілді дамыту жолын айтып берсең қысқаша. Тілді дамыту жолын ең бірінші тілді үйрену үшін сол тілді сөйлей алатын меңгерген адамдардың арасында болу керек. Сол кезде оңайырақ деп ойлаймын тілді жаттаған. Негізі бәрі адамдар қазақ тілінде сөйлеп жүрсе, солардың арасында жүрсен, сонда жаттаған бәрін түсінген оңай болады деп айтасың, е? Қазақ еліне айтатын 1-2 ауыз сөзін қазіргі таңда қандай өзінің тілегін, лебізін деп айтуға болады? Қазақ елі әрқашан өркендей берсін, дами берсін. Қазақ елінің болашағы дегізі біз жастарда, жастар білімді болсын, білімді, өнегелі, өнерлі, жан-жақты болса, онда елімізде өркендей береді деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Өзің де аман бол. Өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетің тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да, қуанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтан іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей дайгалма. Көлеңке көзін ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көк жиектен асырсан, өткен өмір қу соқпақ қыдырады талайды.